Болат аса қатыгездікпен қайтыс болған кезде оқиға орнында екі келіншектің болғанын білесіздер. Таяуда сот процесіне соның бірі куәгер ретінде шақырылды. Ол қызға прокурор бұлай деп сұрақ қойған. Сіздердің қолдарыңызда телефон болды ма? У вас на руках был телефон? У меня на руках не было, у меня был в сумке телефон. Сөмкеңіз қайда болды? Қолымда болған жоқ, сөмкемде болды. Сумка у меня была в машине. Сөмке машинаның ішінде болды. Жедел жәрдем полицияға хабарласа алмадық. Телефон сөмкеде болды, ал сөмке көлікте деді келіншек. Алайда бұл жалған ақпарат. Қылмыс күні таспаланған бейне бақылау камерасына зер салайық. Байқасаңыздар, екі келіншектің де иығында сөмке ілулі. Демек, екеуінің де дәл сол сәтте-ақ полиция шақыра алатын мүмкіндіктері болған. Сот пен прокурор бұл жайтты назарға алады деп сенемін.